Қарағанды облысында аймақтық байқауға 100 өтініш түсіп, 26 үміткерлер арасынан 8-і лауреат іріктелді. Олардың арасында суретші атом жобасының құрметті елшісі Кәріпбек Күйіков, Қарағанды және Қарқалы ауданының құрметті азаматы Рымбала Омарбекова, Олимпиада чемпионы Серік Сәпиев пен Теміртау қаласының құрметті азаматы ардагер металлург Қуаныш Омашев та бар. Алғаш сыйлық Қарағандыда тапсырылды. Аманат деген ұғымның өзі бұл жаңағы ұмытылып бара жатқан ұғымға жатады ғой. Ерте уақытта пайда болған ұғым ол атадан балаға, баладан ұрпаққа сондай тараған, сондай елдің бір ерекше не деп айтуға болады, қазақ халқының бір ерекше белгісі ғой. Сондықтан да бұл аманат, атағын беру, аманат деген үлгі, жаңағы бәрін қайтадан жаңғыру, рухани жаңғыру, жаңағы елбасының бағдарламасының саясына жатады. Соған жағдайда айттық, бұл ерте уақытта мысалы жаңағы аманат қылып тапсырыс, ең бір адамның өзінің бір құндылықтарын, сол адамзаттың, мысалы қазақ халқының ертеден қалған құндылықтарды келешек ұрпаққа жеткізу. Жай ел арасында да болған, ағайындардың, адамдардың арасында да аманат тапсырысы болып тұрған. Бұл мысалы жаңағы жануарларға да байланысты, анау жылқы жақсы болғаннан кейін, жақсы құндылық болғаннан кейін, оны да тапсырған, соны сақтап беруге жауапкершілік заманда ерте уақытта балаларын жаңағы қандар жаңағы бірлікті сақтап қалу үшін сондай тағы бір халықтарға, мемлекетке аманат ретінде тапсырып, жаңағы соғыспауға, бірлікке сондай белгілер болған. Аманат сыйлығы еліміздің әлеуметтік экономикалық қоғамдық өміріне өлшеусіз үлес қосқан, адами құндылықтардың нығаюына септігін тигізіп жүрген, еңбегі мен адамгершілігімен көзге түскен адамдар марапатталды. Қуаныш Омашев металлургия саласына бар мағыналы ғұмырын арнаған жан. Комсомолдық жолдамамен Қазақстан магниткасына келгенде 17 жаста екен. Еңбек жолын Қазақ металлургия заводында темір жонушы болып бастап, көп жылдар Мартин цехында жұмыс жасайды. Ал 1970 жылдары Қарағанды металлургия заводына ауысып, 35 жыл қалыптау цехын басқарады. Ардагер металлург әлі күнге металлургия саласынан алыс кеткен жоқ. Темір өндірісінің кеңесшісі ретінде осы саланың дамуына өз үлесін қосып келеді. Бұл енді бір ерекше сыйлық қой. Бұл енді елдің, жұрттың арқасы, металлургтардың жаңағы еңбегінің арқасы ғой. Солардың елеулі үлесі өмірге қосқан, елге, жұртқа, комбинатқа, Теміртауға, темір өндірісіне қосқан осы менің замандастарымның, солардың еңбегінің ортақ, сол енді соның несі ғой, жемісі ғой. Соның ішінде мені көп жылдан бері осы салада жұмыс істеп келе жатқанымды ескерген болу керек. Енді біз үшін, менді сұрап айтқанда мен айттым. Бұл енді мен үшін аманат несі, жаңағы ұғымы біз үшін темір ғой. Ата-бабамыз темірмен де шұғылдасқан, мысалы ұста кісілерді пір тұтқан ғой. Сондықтан да бұл біздің енді келесі ұрпаққа біздің атымыздан жететін ұғым аманат осы темір болады. Осының көркеюі, осы өндірістің көркеюі деген сияқты. Елбасының үзеңгілесі Қуаныш Омашев парасат құрмет орденінің және 7-8 медальдердің иегері. Ардагер металлург үшін аманат сыйлығы алуының орны ерекше. Бұл енді сол рухани даму аясына да жатады бұл ұғым. Қайтадан енді бұрынғы жоғалып кеткен жаңағы біздің ұғым, мысалы қарым-қатынас, бұл дегеніңіз аманат деген тапсырыс қой. Көргенімізді, білгенімізді, елімізді, жерімізді сақтап қалу үшін сол жаңағы тілімізді деген сияқты, тағы да басқа мынау мәдениет, мысалы тегі қазақ халқының өзінің бір сый-сипатын ұстап тұру керек қой.
оны жаңғырту керек. Сол саядағы мемлекет басшысының жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасының аясында болып жатқан әңгіме ғой бәрі. Аманат сыйлығымен республика бойынша 112 лауреат марапатталатын болады. Ақтық сында әр аймақтан бір жеңімпаздан таңдалады. Республикалық аманат сыйлығын табыстау келер жылы Астанада өтеді.